Қайырлы күн баршаға. Бүгін біз қазақтың ұлттық десерті жент дайындайтын боламыз. Өте дәмді, тәтті, пайдалы, құнарлы, бір аптаға дейін балғындығын жоғалтпайтын тамаша рецептпен бөлісеміз. Май мен балдың жарасымы, бала күннің дәмі, кішкентай баладан ата әжеге дейін бәрі сүйіп жейді. Қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, лайк, пікір қалдыра өтіңіздер. Ендеше бізге қажет заттармен таныстыра өтейін. Ең алдымен бізге 82% сары май 200 грамм мөлшерде қажет болады. Бөлме температурасында болуы қажет. Ең негізгі ингредиент тары қажет. 400-500 грамм тары. Мен сары тары және де қуырылған тарыны қосып дайындадым. Сосын бал қажет болады 2 ас қасық. 1 немесе 2 ас қасық қант қажет болады. Сосын шымшым тұз қосамыз. Кез келген тәтті десерт дайындағанда шымшым тұз қоссаңыз, оның дәмі одан да еселене түседі. Мен тарыны өзім қолдан майдалап алдым, яғни блендерге салып, ұнтақтап алдым. Егер блендер болмаса, онда сіз тарының талқанын сатып алсаңыз болады. Көбіне екі түрлі болады, ақшыл түсті, яғни тарының өзінің талқаны, немесе қуырылған тарының талқаны қоңыр түсті болады. Ал мен үйдегі тарыдан блендер арқылы талқан жасап алдым. Бірнеше бөліктерге бөліп, талқанды ұнтақтап алдым және де сито арқылы өткіздім. Сито қолданбауға да болады. Тарының ірі бөліктерінің өзі өте керемет дәм береді. Мен келесі блендерлеген ұнтақтарға сито қолданбадым. Майдаланған тарының өзін қолдана бердім. Нәтижесінде женттің дәмі өте керемет болды. Негізі тары талқанына шекер мен сары майды араластырып, бір ыдысқа салып талқан жасап қойсаңыз да болады. Сүт қосып таңғы ас ретінде ұсынсаңыз, күні бойы қуат беретін өте пайдалы таңғы ас болады. Міне біздің талқан дайын. Енді рет-ретімен заттарды қоса бастаймыз. Алдымен шымшым тұз қосамыз. Сосын қантымызды қосамыз. Бөлме температурасында еріген жұмсақ сары майымызды қосып шығамыз. Менде қою бал болғандықтан мен оны микротолқынды пеште ерітіп алдым. Осылайша сұйық балды үстінен қосып шықтым. Бал ыстық болғандықтан бірінші қолмен араластырмай қасықпен араластырыңыз. Бір келкі массаға айналғанша бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Міне осындай өте жұмсақ консистенция болып шығады. Енді жентімізді жасауға кірісеміз. Жарты ас қасық немесе 1 шай қасық көлемінде жентімізді алып, дөңгелек форма келтіреміз қолымызбен, немесе түрлі силикон формаға салып жасауға да болады. 4 бұрыш дөңгелек, гүл формасында силикондарыңыз болса, кішкене соған салып жасасаңыз болады. Мен осындай құрттың көлемінде жент жасаймын. Жеуге де өте ыңғайлы. Міне қазақтың ұлттық десерті дайын. Өте тәтті, жұмсақ, құнарлы, пайдалы десерт. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен өте керемет болып шығады. Ертеңгі күні де бір апта тұрса да жұмсақтығын жоғалтпайды. Дайын болған жентті қалауыңызша әрлеуге болады. Яғни үстінен қара немесе ақ шоколадты ерітіп жағып қойсаңыз болады. Үстінен сухофруктылар, өрік, мейіз, жаңғақты бастырып қойсаңыз болады. Өте қолжетімді заттардан тұрады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, пікір, лайк қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.